Қайырлы күн, қадірлі Тыңдай FM арнасының тыңдармандары. Арнаға қош келдіңіздер. Қазіргі мазмұн Қылышбай, тарихи роман. Қазір 4-ші бөлімі салынды. Арнаға лайк басып, басқа да кісілерге, топтарға тарата бөлісе отырыңыздар. Қолдауларыңызға рахмет. Қылышбай жұрттың бәріне ауыз бірлікті сақтау, іштен ритін жаман әдеттен аулақ болу жайында үнемі кеңес беріп отырады. Бас жарылса бөрік ішінде, қол сынса жең ішінде болсын. Алауыздық туыла қалса ақылмен шешіп, жамандасып жаттасатын мінезден аулақ болыңдар деп үйретеді. Қажы зәңгінің осы атағы мен абыройы бірден бірге тарап, жақын отыратын басқа атаның балалары да кейбір дау шарларын Қылышбайдың алдына келіп, шешім күтетін жағдай көріне бастады. Ондайларға көбінде төте араласып кетпей, алдымен өз елінің билерін іздеуін, солардың үкімін қабылдауын айтады. Өз биіміз тұрыпты ғой, мына іске сіздің кесіміңізді күтеміз деп, қайталағандарға ғана ойлана отырып кеңес бейнесінде билік айтатын болған. Қылышбайдың осындай епті шешімдері көп адамның көңіліне жол тауып, оны мұңалдың зәңгісі деп емес, осы өңірдің әділ биі деп қарайтын әдеп қалыптаса бастаған. Қазақ халқы ежелден тыныштықты, еркіндікті сүйеді. Көңіл көлемі өзі жасап отырған даласындай кең. Жан баласына жамандық тілемейді. Соған орай олар басқалармен де, өз арасында да жарасымды тіршілік жасай алады. Бұлардың өмір жолына да кейде келіп килігетін сыртқы соққыдан сырт, тыныштықтың бұзылуына үлкен рулар арасындағы жер дауы, жесір дауы, құн дауы сықылды үлкен істер ықпал жасайтын кездері болған. Сол өңірдегі ел басылары ақылды, орамды болса ебін тауып мұндай жағдайдың да асқынуынан сақтанып отырған. Сөйтсе де, тыныштықты бұзатын, берекенің қаймағына да кірлі ізін түсіріп, жаман ықпал тудыратын бір ауруды емдеу қиын болып келеді ғой. Бұл аурудың аты ұрлық, келтіретін кесірі қорлық емес пе? Иә, бұған ем табу қиын, тиым салу қиын-ақ. Есіне жуықта біреуден естіген әңгіме түсті. Мәми бейсі қабадан шыққан атақты ұры көштігенге сәлем айтып, ұрлықты қойсын, жасы да бір талайға келіп қалған көрінеді. Енді тәубаға келіп, Алланың ақ жолында иман тілеп, бұрынғы күнәларын жуып, дұрыстап өмір сүрсін деген көрінеді. Бұған көштегеннің берген жауабы біреу-ақ. Ет тәттілігін қойса, мен ұрлығымды қоям ғой деген сөз болыпты дейді. Мұны естіген Мәми бейсі ашуланып, 12 керей менің сөзімді тыңдағанда, бұл тентек тыңдамай кетпекші ме? Қияға тарта берсе, ел талқысына салып, көкесін көзіне көрсетемін депті. Көштекен бұғанда айылын жимай, біте үргеде үрген иттің дауысы қабаға естілмейді ғой, деп елемей қойыпты. Мәмең оның сөз тыңдамайтын тоңмайындығына ыза болса да, ештемеден қорқпайтын, бір бетінен қайтпайтын жүректілігіне іштей разы болса керек. Одан ары көп қузап, оны жазалауға асықпаған көрінеді. Тегі мұндай істі бір адамды жазалаумен ғана бітіре салу қиын екендігін, ол үшін ұрлықтың зиянын қалың қауымға танытуға жет екендігін ойлаған болса керек. Бүтін алта елін аузына қаратып отырған Мәми бейсі тия алмаса, онда ұрлықты әрең аядай азғана ауылды басқарып отырған Қылышбай зәңгі қалай тоқтатылмақ? Аштық пен жалаңаштықтан, жан бағалмағандықтан жасалған ұрлық болса, оның жөні бір басқа. Ондай бейшара халге жетпеген кейбір пысық жігіттердің ауыл үйдің моншағын күндіз ұрлап, түнде таққандай қылып жүруі өкінішті-ақ.
Осы кезде Қылышбайдың көз алдына өз елі ішіндегі Жақыбайдың анда-санда істеп қоятын соқпа ауырлығы келе берді. Ол көбінде көзге шалынбайды. Әркімдердің аузынан ғана естіп қалуға болады. Ертіс бойын қыстайтын елдің бәрі қыстаулықтарын өзен бойына таяу, суатқа жақын жерге салады. Қыс бойы суды тасып ішу деген оңай жұмыс емес. Бірақ Жақыбай қыстауын өзеннен алысырақ жерге бір қабат бұйрат құмның сырт жағына салған. Ондағы айтатыны өткел аузындағы тал таусылады. Қыста ертіс бойлап кіре тартатын елдің жолын тосып, қонақ күтіп отырмау үшін шеткерек қыстадым дейді. Бұған дау айту қиын. Шынында жол үстіндегі ауылдар қыстай қонақтан сейілі алмайды. Әсіресе малға шөп жетпей қалу қаупі туылады. Жақыбайдың айтқанын бір талайлар ұрлық істеуге, сырттан мал әкелсе біреу-міреу көріп қалуынан сақтану үшін тапқан жалы деп қарайды. Бірақ нақ ұстап алмаған соң ешкімде сен ұрысың дей алмайды. Қылышбай Жақыбайды шақырып алып неше рет сөйлескен. Осындай суық жүрсің болса, өзіңді тоқтат. Бір мінер атың, айран шалабың бар. Әркімдер өзінің жоғалған малын сен алды деп күмән ұстаған кезін өзіңде білесің. Шөлмек 1000 күн сынбайды, бір күн сынады. Арасында қолың арам болып торға түссең, соңы жаман болады. Өз басыңа да, мына аз ғана елге де ұят. Осыны ойла, деген. Ондайда Жақыбай ақ безерде көк безер болып, ешкімге қылдай қиянат жасамағандығын айтып ақталған болатын. Сөйтсе де, оның жүріс-тұрысынан, қимыл харекетінен Қылышбай күдіктене беретін. Биылғы күзде Қылышбай ауылы Қоржын төбектің аяқ жағындағы көкталға келіп қонған. Ел қысқы шөптерін жинап алғаннан кейінгі ағоттық мол болған соң, осы қоныста күн суытып, қыстық қораға кіргенше отыратын болған. Қылышбай таңғы намазды күн шығармай оқитын әдеті бойынша бүгінде ерте оянған еді. Есік алдына шығып қараса, жұлдыздар әлі сөніп болмапты. Жарық түсе бастағанымен күнгіртік арла қоймаған алакеуім шақ екен. Күзгі ертіс суы арасында жай аунап, ағып барады. Артаманырақ бір жерден шабақ қуған шортанның күрп еткізген дыбыс шығарып, су бетін бір толқытып кеткені көзге шалғады. Су құстары ұйқысынан толық ояна қоймаған бекен. Күндізгідей жапырлап шүп қонғаны байқалмайды. Қылышбай қажы әр күні таңертең өзен бетін көзімен бір шолып өтетін болса да, дәл бүгінгідей тым көңіл бөліп кетпеген екен. Бірталай уақыттан бері ойлайтыны, ел жұртын қайсем дұрыс бастай алам, осыларға қайсем тыныш тіршілік орната аламын деген төбе терең қиялмен болып, төңірегіндегі нәрселерге онша назар аудара алмағанын аңғарып тұр. Кенет су үстінде бірдеме қараңдап бері қарай келе жатқандай болған соң, оң қолын қабағының үстіне алып, құнттап қарай бастап еді, әлгі елес бара-бара шын көрініске айналғанын, рас бері келе жатқанын байқады. Бұл не? Қайыққа оқсамайды. Біреу ат салып келе жатыр ма деп еді, оған да жуықтата алмады. Бергі жағаға жақындап келгенде анық байқады. Қайықшы да, ат салушы да емес, екі қойды кең қып қостап алып, ортасындағы жіпті тісімен тістеп, қоймен бірге жүзіп келе жатқан адам екені анық болды. Судың ағыны себебінен ол Қылышбай тұрған жерден қиыс төменіректен жағаға шықты. Қылышбай сонда барып таныды. Бұл басқа біреу емес, дәл Жақыбай екен. Бірақ ол қажының көріп тұрғанын аңғарған жоқ. Екі қойды сүйрей жетелеп қалың талдың арасына кіре берді. Қылышбай айғай салайын деп бір ойлады да тоқтай қалды. Әй, кәпір-ай,
жесеңде ақтап жейді екенсің-ау, деген ой көңіл көгінен жарқ етіп өте шыққандай болды. Шынында, мынадай суық күзде жайылып ағып жатқан ертіс суына малтап өтіп, арғы жағынан иесіне білдірмей екі еркек қойды алып, қайта өту оңай ма? Судың сүйектен өтетін суығы, одан жан таласа малтап жағаға жету үлкен жүректілікпен шыдамдылықты қажет ететіні анық қой. Қылышбай осыны ойлады. Бірақ ұрлықтың аты ұрлық, ол мал басқа біреудікі, сен иесінен жасырып алған екенсің, адам алдында да, Алланың алдында да айыпкер боласың. Ол жегенің арамас, пәни дүние болмаса, ақыретте есебін бересің. Тозаққа түсіп, жазасын тартасың. Көріп тұрып бұған тиым салмасам, менің өзімде бірге күнәкар болмаймын ба? Ол дәрет алып таңғы намазын оқыды да, күндегі әдеті бойынша үй ішіндегілер тұрғанша, киімшең төсегіне қисайып еді, ұйқысы келе қоймады. Көз алдына бағанағы көріністер елестеп кетпей тұрып алды. Жақыбайдың осындай сөдегей жүрісі барлығын басқалардан естіп жүрсе де, өз көзімен көріп, анығына көз жеткізгені осы. Тепсе темір үзетін қарулы да қажырлы жігіттің мына қылығы өзіне мүлде жараспай-ақ тұр. Адалдықпен істесе қандай жұмысты болса да тындыра алатын ақылы да, қайраты да бар. Жұрт ішіндегі беделі де жаман емес. Мұны осындай жолға жетелеп жүрген қандай сайтан екен. Бүгін ізін суытпай тектеп көріп, арамдықтан арашалап қалудың қамын жасау керек. Қылышбай көзін іліндіре алмаған соң, түрегеліп есік алдына шықты. Жер бетіне шашырап күн сәулесі түсе бастады. Ауыл үйдің көбі тұра қойған жоқ. Кейбір шаңырақтан ғана түтін көрінеді. Қажының бар мінезіне қанық бәйбішесі, оның бүгінгі қимылының басқа күндерден бөлегірек екендігін байқап, орнынан тез тұрды да, таңертеңгі тіршілік дағдысын бастап кетті. Алдына келген шайдан бірер шыны ішті де, бетін басып қойып, есік алдында жүрген жігіттердің біріне дауыстап, Жақыбайды шақырып келуді тапсырды. Көп күттірген жоқ. Үйге дауысын көтере сәлем беріп Жақыбай кіріп келе жатты. Қылышбай оның еңгезердей кесек денесіне, ақсары жүзіне, тамырлары адырайған тарамысты қолдарына қарап, оны жаңа көргендей болар болмас бөгелді де, мұсылмандық салт бойынша сәлемін алып, өзінің қарсы жағына дастарқан басынан орын нұсқады. Ол өзін тым ерте шақыруынан сәл күдіктенгендей болса да, қажының өңінен үлкен өзгеріс байқай алмады. Неге шақырды екен, бір іске жұмсай ма деген дойлап, сізді шақырды деген соң тізгін ұшымен жеттім, деді. Көп тостырмай келгенің жақсы болды. Бір істің жайын сұрайын деп едім. Сұраңыз, Қажеке, сұраңыз. Иә, сұрайын дегенім, осы ел сенің жүріс-тұрысың елден бөлегірек дейді екен. Осында бір сыр бар ма қалай? Демекші едім. Қажеке-ау, ел не демейді? Еріккенде қайдағы сөзді айта береді емес пе? Еріккендер айтса айта беретін де шығар. Мен сенен бір жайтты ғана сұрайын. Кеше кештен бері қайда болғаныңды айтып берші. Өткел көктерек жаққа барған едім. Кеш болып кеткен соң, қонып қалып, таңертең ерте қайтып келдім. Осының рас па? Деп Қылышбай бетіне тіке қарап еді, оның жолбарыстың көзіндей көкшіл түсті қос жанары от шашып тұр екен. Жақыбай тіксініп қалды. Қажының мына қарасы олай-бұлай жалтаруға келтіретіндей емес сияқты. Не дерін білмей мүдіре берді. Қылышбай сөзін жалғады. Сен отбасынан озбайтын бүркемік біреу емес. Тау басса да көтереді дейтіндей нар жігітсің.
ел сенің еш нәрсеңді көрмесе бекер сөз қылмайды. Қолмен істегеніңді мойныңмен көтеруің керек. Сенің бүгін қайда барып, не алып келгеніңді басқа емес, мен өз көзіммен көрдім. Сонда да сені досқа күлкі, дұшпанға таба қылғым келмеген соң, үйге жеке шақырып отырмын. Менің ойымша, сен мұны жан бағалмағандықтан істеп жүрген жоқсың. Басқа бір себеп бар шығар. Сол себебіңді айтып бер. Ал, анау бүгін әкелген 2 қойды, реті келгенде иесіне қайтаратын бол. Жақыбай төмен қарап, бір талай үнсіз отырып қалды. Ішкі дүниесінде болып жатқан арпалысты білдірмейін десе де, өң ретінен еміс-еміс байқатып алатынын Қылышбайдың қырағы көзді қалт жібермей бағып отыр. Қажеке, мені бұрыла алмайтындай тығырыққа қамап алдыңыз-ау. Танайын десем де таналар емеспін. Бүгінгі болған істі өз көзіңізбен көргеніңізді айтып отырсыз. Бұдан қалай жалтарайын? Жарайды, бүгінгі қылған ісіңді мойындауыңмен бірге, жаңа айтқанымдай осы жолға неге түсіп жүргеніңді де жасырмай айтуың керек. Жақыбай тағы да бөгеліп қалды. Мына кісінің алдында жалған сөйлеп, жалтарып кету қиын. Ал, неге ұрлық істедің дегенге, өзі де бірден жауап табуы оңай емес қылды. Ол осыны ойлады. Сонан соң барып тіл қатты. Өзіңіз айтқандай, аштан өліп, көштен қалатындай күйдемеспін ғой. Ойлап көрсем, ұрлық мен үшін жан бағудың ғана амал емес екен. Мені бір нәрсе бүйірімнен түртіп мазамдалып тұрғандай болады. Қалайда елден бөлегірек бірдеме істегім келе береді. Не істеймін? Аз ғана мал бағылып жатыр. Үй ішінде істей қоятын күрделі шаруа да жоқ. Сонда әйтеуір бірдемені бұзып, бірдемені дүзеп дегенде харекет қылмасам, тыныштық таба алмаймын. Содан барып еркін жайылып жатқан момын елден емес, күзетшісі сақайып, сақтықтары қатайып тұрған жерден ебін тауып мал алып шығу бір түрлі ерлік сықылды көрінеді. Сол қиын жолдан өссем ғана жаным рақат тауып қалғандай боламын. Бұған сіз сене қоймайсыз. Бірақ ұрлыққа баруымның бір себебі осы деп ойлаймын. Түн ішінде мұздай суық судан малтап өтіп, 2 қой әкелуімде дәл осындай ойдың жетегімен болған жұмыс. Шыным осы, қалай жазаласаңыз да мақұлмын. Ұрасыз ба, соғасыз ба, үкіметке апарып қаматтырасыз ба, бәріне де көнемін. Жақыбайдың шынын айтып отырғанына Қылышбай сенді. Оның ұрлығына ренжісе де, ерлігіне сүйінді. Оған кешірім жасамасқа амалы қалмағандай болды. Бірақ онысын сездіргісі келмей, қабағын түйіп, ызалы бейнемен дауысын көтере тіл қатты. Осы айтқаның шын болса, сені дәл қазір жазаламай-ақ қояйын. Жалғыз-ақ, ендігәрі елден Жақыбай ұры деген сөзді естімейтін болайын. Естісем, не көрсем, онда менен рақым күтпе. Ел жұрттың алдында қарабет қылып, қаңғыртып жіберсем, өкпелемейтін боласың. Қажеке, ер жігіт 2 сөйлемеу керек қой. Ұрлық деген лағанатты бүгіннен тартып, маңыма жуытпайтын болармын, деді Жақыбай оң қолын кеудесіне қойып тұрып. Қыз баласының көретін қызығы, ойын тамашасы шамалы ғана. Иә, балалар ғана емес, үлкендердің сән салтанат құратын уақыты тым аз. Жаз айларында аңдасанда болатын қыз ұзату, келін түсіру сықылды тойларда бір тыраңдап қалатыны болмаса, басқа уақыттың бәрінде күнделік тіршілік қамымен болады да, ептеп-септеп күндерін өткізіп жатады. Қалгүйі нашарлау қалың кедей қауым жөнінен айтқанда, бала шағасын қалай асырау, ыстыққа күйдірмей, суыққа тоңдырмай ержеткізу жолын қалай табу ең үлкен сынақ. Жүрген сайын кезге беретін көп белес,
қиын асу сықылды. Ал ауқатты бай делінетіндердің де өз мұңы өзіне жетіп жатады. Бар малын қалай өсіру, алда келетін күз бен қыстан қайткенде аман өткізуге болады. Ит құстан, ұлықтардың артық алман салғынан қалай сақтанады. Еркек атаулы осындай қам қайғымен жүрсе, әйелдер үй ішінің барлық ауыр жеңіл жұмысын арқалап жүріп, мезгіл жетпей жүздерін ажым басып, кәртейіп кете барады. Сонда осы үлкендерге, әке шешелеріне қарағанда, балалардың күйі пышақ сырты жақсырақ болады. Өйткені оларға тамақ пен киім-кешекті үлкендер дайындайтындықтан, ол жағынан қамығып кете қоймайды. Ал сонда олардың бітіретіні ойын. Ойынның түрі көп болғанымен, оны таңдап тауып қызықтай алудың өзі бір өнер. Ересек ұл балалар әкелерінің жұмысына қолғабыс ете жүріп, өздері қызығатын ойын түріне беріледі. Олар жайлауда тай үйретеді, немесе тайынша мініп жарысады. Су мылтық атып соғыс салады. Тау өзендеріне ине қармақ салып, алағанат аулайды. Тарақ құйрықтың ініне дұзақ құрып ұстап алып, бажылдатады. Доп соғады, асық ұтысады. Кішіректері көбелек ұстап бүркіт қып ұшырады. Сонаның құйрығына ағаш шаншып қоя береді. Өздері айуан шегіртке деп атайтын түсі жасыл, тісі өткір шегірткені жай шегірткемен төбелестіріп басын жұлғызады. Қыз балалардың ойыны күрке тігу, шешеке ойнау, қуыршақ жасау. Дегенмен, мұндай ойындар тек жаздың жылы кезінде ғана болады. Ыстық қайтып, ел жайлаудан түскен соң, әлгі тамашаның көбі жайында қалады. Әке шешелері бәріне де шамасына қарай міндет жүктейді. Оны орындау кешірілмейтін шөре. Қалжы-пұлжы қылса жазаға ұшырауы, тіпті таяқта жеп қалуы мүмкін. Сонда қыз баласының ойын тамашасы мардымсыз ғана. Түрі шекті, уақыты қысқа. Ол бейне атадан балаға жалғасып келе жатқан бұлжымайтын заң тәрізді. Қылышын сүйретіп қыс келіп, жер дүние басқа түске енгенде, ол балалар азырақ ойнау жолын тапқандай болады. Мұздан сырғанау, қоян қуалау, шыл кекілік аулау деген сықылды, бірақ бұл да алғау бола алмайды. Өйткені ондай орай табыла бермейді. Сонда балалардың бір ермегі үлкендерден ертегі тыңдау болады. Дегенмен бар баланың әке шешесі ертекші емес қой, айтқысы келе бермейді. Айтары да болмайды. Ендігі күтетіні үйге бөгде қонақтың келуі болады. Дәмайдап келе қалған қонақты балалар қайсы де ертегі айтқызбай қоймайды. Бұрын естіген қиял ғажайып ертегі болса, тіпті жақсы. Ауыздарының суы құрып, таң атқанша тыңдаудан да жалықпайды. Мұндай жағдай Қылышбай үйінің балаларына да тән іс еді. Бұл үлкен ордаға келетіндер көп, қона жататындар да аз емес. Олардың арасында алыс жақындағы ағайын туыстар да, бөгде бөтен кісілер де болады. Қажының өзімен арнайы сөйлесуге келгендерге ертегі айт деп талап қоюға болмаса да, одан былайғыларды ең кемінде бір, болмаса 2-3 ертегі айтқызбай қоймайтын. Бірақ сондай әңгімеге қажының өзін араластырып, уақытын бөлуге болмайтындықтан, көбінесе басқа бөлмеде, немесе отау үйлерде жүргізілетін. Кешкі қонағасы желінгеннен кейін ақ, балалар бір үйге ыңғайланады да, ертегі айтушыны сонда алып барады. Бұл ермек қыс өтіп көктем шыққанша сан рет қайталанып жатады. Сонда да одан балалар, тіпті ауыл үйдің жастары да жиналып тыңдаудан жалықпайды. Бір күні ауыл адамдарына бейтаныс бір қонақ келді. Орта жастарға келген, қиықша мұрт қойған, түсі жылы, ашық сөйлейтін кісі көрінеді. Басқалар танымағанмен Қылышбай қажы сырттай біледі екен.
Сапар дейтін жігіт өр керейінен бір жұмыспен Қаба жеріне келіп, содан үлкен кісіге амандаса кетуге ат басын бұрған болып шықты. Үлкендер арғы бергіні әңгімелеп бір жерге барған соң, қазақтың түсі жылыдан түңілме деген тәмсілі бойынша, жастар жағы қонақ кәдесіне ертегі әңгіме тыңдағысы келетінін білдіре бастады. Мұны түсінген қажы, қонақ жігітке қарап, балалар сенен әңгіме тыңдағысы келіп отырған сықылды, деп еді. Бұл сөзді жастар жағы іліп әкетті. Алыс жерден келген қонақтан жақсы ертегі естиміз ғой деп отырмыз. Жақсы ертегіден бірнешеу айтып берсін, десіп жастар тілекті бастырмалата бастады. Қонақты айырым үйге бастап апарып, барлығы тыңдауға аңтарыла қалды. Уақыт кішірек болып қалғандығы себепті, ұсағырақ балалар ұйқыға бет қойғандықтан, алғы ересектер ғана қалған еді. Қонақ аз ойланып отырды да, бұрынғы заманда ер төстік деген батыр болыпты, деп бастай бергенде, оны білеміз, басқасын айтыңыз, десіп қалды тыңдармандар. Онда нен айтсам болар екен, деп қонақ дағдарғандай болды да, әлде басқа жол тауып кетті. Мен ертегі емес, басқа бір әңгіме, өздеріңді ойландыратын әңгіме айтсам қайтеді, деп еді бәрі. Онда тіпті жақсы, естуді ғана білмей, ойланатында болайық, десті. Жарайды, тыңдаңыздар. Бұл кім жомарт деген әңгіме? Әңгіменің аты қызық екен, қане тыңдап көрейік. Бұл бұлай, деп қонақ сөзін енді асықпай бастап кетті. Ертеректе бір ақылды жігіт болған екен. Камалатқа жеткен кезде біреудің өзі сұлу, өзі ерке қызын айттырып құдаласыпты. Уәделі күн жетіп, қайнына ұрын барыпты. Ол қыздың өзімен бұрын танысып, риза болсып емес, қазақи жолмен үлкендер сөйлесіп құдаласқан ғой. Тегінде қыздың өзі ұнатқан, жақсы көрген жігіті бар болып, онымен дәл осы күні кездесуге уәделескен екен. Бірақ айттырған күйеу келіп қалды. Жанында болмай оны тастап кетуге болмайды. Қыз қатты дағдарды. Сырттай күйеу жігіттің аса ақылды, кішіпейіл екендігін елден естіген, оған деген ықыласы да бөтен емес. Бірақ ана жігітке берген уәдесін орындамауды өзіне қылмыс деп есептейді. Ар ойлап, бер ойлап келіп, осы жайды күйеуге айтуға бекиді. Қалыңдығының сөзін естіп, сырын ұққан күйеу екідай болмай-ақ, адамның адамгершілігі шын сөйлеуде, уәдесінде тұрумен өлшенеді. Сенің маған шыныңды айтуың сол адамшылдығының белгісі. Ол жігітке берген уәдеңді орындамасаң, ол сені алдамшы дейді ғой. Менің дәл бүгін күйеу санатымен ұрын келгендігім себепті, сөзіңде тұра алмасаң, мен кінәлі болмаймын ба? Сондықтан рұқсат бердім. Бар, сертіңді орында, дейді. Күйеу ұрын келді деп теңге моншақтарын мол тақтырып, әдемі киімдер кидірілген қалыңдық, ешкімге сездірмей, қараңғыны қалқан етіп жүгіріп кетіпті. Бірер белден асып, асығыс бара жатқанда, жол торған тонаушыға кезігіп қалыпты. Тонаушы бар асыл нәрселерін тартып алмақ болғанда, қыз өзінің қалайдан қалай бара жатқанын айтып жалынған екен. Оған жанашыған тонаушы ештемесіне тиіспей қоя беріпті. Одан ары қалың тоғай бар екен. Сол жерде қасқырға кез болыпты. Жыртқыш хайуан ауыз салмақшы болғанда, оғанда жағдайын айтып жалынған екен. Құдіретінше ол да мұны ұққандай болып тиіспей қоя беріпті. Содан уәделі жерде жігітке барып болған жайды баяндайды. Сонда ол құдаласқан күйеуің нағыз ер жігіт екен. Оның мүлкіне қиянат етсем болмас. Сөзіңде тұрып келгеніңе разы болдым. Тез қайтып бар, деп жолға салыпты. Әңгіменің жайы осы. Сонда кім жомарт екендігін өздеріңіз бағалап көріңіздер, деп қонақ отырғандардың бәріне барлай қарады. Күйеу нағыз жомарт екен, деді бірі. Меніңше, ұры жомарт сықылды,
Өйткені ол сонымен ғана жан бағып жүр ғой. Қыз бойындағы асыл киім, алтын күміс моншағынан айырылу оңай болып па? Сондай байлықтан айырылу жомарттық емес пе? Ана мынау дейміз, мейілінше тойып жейтін еттен айырылуға көнген, тиіспей қоя берген қасқырды жомарт деуге бола ма? Әй, менің білуімше бәрінен жігіт жомарт сықылды. Өйткені күйеу қалыңдығының бәрі бір қайтып келетініне сеніп жібере салды ғой. Ал мына жігіт жанындай жақсы көрген ғашығымен бір түн бірге болмай қайтарып жіберген. Одан өмірлік айырылуға шыдайтын болуы ең үлкен жомарттық қой. Осылай әркім өз көзқарасын дәріптеп таласа бастаған соң, әңгіме айтушы қонақ былай деді. Бұған көп таласпаңдар. Бәріңде кеңірек ойлап байлам жасағандарың жөн. Сонда, осындай іске тез болсам мен қайтер едім дегенде ойлайтын болыңдар. Бағанадан бері қызық үшін ғана тыңдап отырған жас жігіттер, қонақтың орамды сөз, зерделі пікіріне ден қойып, өздерінше толғанып қалғандай болды. Кез келген адам айта беретін шындықтан өтірігі басын ертегі емес. Қайта, қонақтың қасқыр туралысынан басқасы шын сықылды көрінетін мына әңгімесі бізге үлкен ғибрат болғандай екен. Осындай айтылған әңгімелерді ести берсек қандай жақсы. Деп, ересектеу бір жігіт ой білдіріп еді, жастау бірі, тағы бір әңгіме айтып беріңізші, естейік, деп тілек қойды. Қонақ бұл жолы да бәлденген жоқ, азырақ жымиып қойды да, не айтатыны жөнінде қысқа ескерту жасады. Менің ендігі айтатыным жаңағыдай емес, қысқа ғана бір уақиғаның жүлгесі, үш сыншының бір реткі көргендеріне берген бағасы ғана. Иә, айтыңыз, сыншылар не деді екен? Үлкендердің сөзінде былай делінеді. Ертеректе ер ішінде дүниені бақылап баға беретін, ұсақ істен үлкен істі болжайтын көріпкел сыншылар көп болған дейді. Солардан үшкісі бір рет бірге сапарға шығып қалыпты. Қыстың басы, қар жаңа жауған кез екен. Бір күн жүріп, кешке қарай бір бай ауылға келіп түсіпті. Сөйтсе, бұл сол елдегі ханның ордасы екен. Келіп қалған соң, қайта шыға жөнелудің жөні болмай, қонақ болып қапты. Қонағасыдан кейін бұларды қонақ үйге орналастырыпты да, хан малайына, аналар не айтар екен, бақылаңдар деп тапсырыпты. Шам сөндірілген соң үшеуі жолда көргендер мен ойлағандарын айтысыпты. Сонда біреуі, бүгін біздің алдымызда осы жолмен жүрген адамның мінгені бір көзі соқыр түйе екен, дегенде енді бірі, жанына ерткен қарала иті бар екен, депті. Аз уақыттан соң үшіншісі, осы ханның бір тегі сарт екен, деп мөлшер жасапты. Осыларды тыңдап алған малай дәл уағында ханға жеткізіпті. Таңертең шәй үстінде түнде осылай сөйлескендерін естігенін, мұны қандай негізбен айтқандықтарын сұрапты хан. Сонда біріншісі, бізден бұрын кеткен жолаушының түйесі жол бойында ылғи бір жағындағы шөпті шалып отырыпты. Екі көзі сау болса екі жағына да шалар еді. Мен осыған қарап айттым, дейді. Екіншісі, жолаушы жолда тоқтағанда еріп жүрген иті қарға аунаған екен. Сонда бір тал ақ, бір тал қара жүні түсіп қалыпты. Соған қарап қаралы ит деп мөлшерледім, депті. Хан үшіншісіне, ханның бір тегі сарт екен депсің. Бұған қандай дәлелің бар? Дегенде, сыншы ханның қаһарына жолғанба деп қорқса да, бас кеспек болса да тіл кеспек жоқ қой, өлсем айтып өлейін деген байламға келіп, кеше кешкі шайда сіз дастарқандағы нанға қарап отырдыңыз. Мен осыдан сіздің бір тегіңізде астық егетін, бидайды азық ететін ерекшелік бар болса керек деп ойладым. Соған қарап айтқан едім, дейді. Сонда қатулы бейне танытып отырған ханның түсі жылып, әлгі соқыр түйе мінген, қаралы ит ерткен адам осы ауылға келген болатын. Ал менің шешемнің төркіні өзбек еді.
жасымнан нанға әуес болып өскенім рас. Дәл тапқаныңа және қорқпай айтқаныңа рахмет. Үшеуіңді білгірсін жегесіңдер, жарайсыңдар, деп үшеуіне де лайықты сыйлық беріп жолға салған екен, деп сөзін бітірді қонақ. Айбырай, не деген қиын адамдар, Ешкім байқамайтын болымсыз істердің өзінен ақ талай нәрсенің сырын ашады екен ғой. Иә, өзіміз ескермейміз. Әйтпесе, біздің қазақта да не керемет ақылды кемеңгерлер, барлық істі алдан біліп отыратын әулие сықылды кісілер болған. Қазірде жоқ емес. Өкінерлігі, өзіміз дер кезінде тани алмай, қай жерінде қандай міні бар деп соны іздейміз де. Ақыры белгісіз біреу етіп шығарамыз. Міне, бұл қазағымыздың қарығы тарқамай жүруінің себебі, деді қонақ. Манадан бергі күлміңдеген жүзі суық тартып, ойшыл бейнеге ауысқан еді. Мына қонақтың айтып берген сырлы әңгімелері отырғандардың бәрін ойландырып тастады. Бұрын тыңдап жүрген ертегілердің көбі, не тау көшіретін батыр, жалмауыз кемпір, адам жегіш тез тырнақ, аспанда ұшып жүретін пері қыздар деген сықылдылар болып келетінде, бір мезет қайран қалдырған болса да, пәлендей көңілге ізі түспей өше беретін. Ал бүгінгі тыңдағандары олардан мүлде басқа. Алдыңғысы адалдықты, мейірімділікті, өзгелерге қамқорлық жасап, жақсылық істеуді дәріптесе, кейінгісі сезгірлікті, қарағылықты, болжампаздықты алға қояды. Бұл нәрселердің барлығы адамзат үшін аса қажетті болған асыл қасиет, мәңгілік мадақтауға тиісті тамаша рух қой. Осыдан кейінгі мезгілде бұл ауылға келіп қонатын қонақтардан жастар жағы бұрынғыдай өмір шындығына сия бермейтін қияли ертегілерде емес, ел ішінде төңіректегі қауым тұрмысында үнемі болып тұратын қызықты, көңіл көтеретін, ойлы әңгімелер талап ететін жаңа дағдыны біртіндеп қалыптастыра бастады. Мұндай ертегі айту, әңгіме шертулерге өзі төтелей қатынасып, ет құлағымен тыңдап отырмаса да, Қылышбай қажы сырттай байқап, аңғарып жүретін еді. Осыдан былай, ол өзі де кейінгі ұрпақтарды құрғақ қиялға берілмей, тіршілік дүниесіне қатысты нәрселерге бейімделетін етіп тәрбиелеу, ой өрісінің кеңейіп, бүгінгі мен ертеңіне ой жүгіртетін етіп жетелеу керек екен деп көбірек ойлайтын болды. 3 тарау. Қаба өзенінің шығысы мен Боршын өзенінің батыс жағын негізгі мекен етіп, өсіп өнген Жанат елінің ұрпақтары 8 жанат аталып, адам саны молайған, түтін саны 1000-нан асып, іргесін кең жайған тұста, өз заманның дағдысы бойынша рулық биліктің деңгейін биіктету, мәнсап дәрежесін жаңадан тұрақтандыру қажет болған еді. Бұдан бұрын Жанат елінің көлеміне қарай бір үкірдайлық мәнсап берілгенде, ол мәнсап жоғарғы жаннатта болатын. Мұның себебі Абақкерейді басқаратын 4 бидің бірі болып, Жанаттың үлкені Ағыстың ұрпағы Бейсенбіні сайлағанда, бұл Абақкерейдің 4-тен бірін басқаратын үлкен билік еді. Осы билік Бейсенбіден соң баласы Оспанға жеткен кезде, Жанаттың өз ішіндегі үкірдайлық мәнсап бұрынғы салтқа құрмет етіп, Ағыс балаларының қолында бола берген. Былайғы жұрт мұны түгел мойындаған. Елдің жылдан жылға бұтақтап өсіп, адам санының көбеюі, мал шаруашылығының біртіндеп даму себебінен, қоныс пен өрістің, жайлау мен қыстаудың жағдайына қарай, Боршын өзені аңғарына бейімделіп, мекендеген Жанаттың 3 бұтағы Тілке, Қыдыр, Байғазан, жоғарғы Жанат немесе 3 ата деп аталып, Қаба өзенінен су ішетін, сол өңірді тұрақ еткен. Жанаттың 5 бұтағы Боқай, Тоқай, Қостай,
майма, мұңал, төменгі жанат еліне бастаған. Үкіметтің бекімімен жанат елінің ұруқ деңгейі жоғарылатылып, бұрынғы үкірдайлықтың үстіне тәйжілік мәнсап берілгенде, бұл тұқым жалғайтын дағды бойынша бейсенбі бидің ұрпағы Кәкенге тиесілі болды да, бұрыннан сол төңіректегілердің қолында болып келген үкірдайлық шен төменгі жанатқа берілді. Бұл мәнсап төменгі жанаттың 5 бұтағы ішінде, егер түтін санына, мал жанның молдығына, қуаттылығына қаралса, не боқайға, не қостайға берілу керек еді. Қалған үшеуінде ондай үлкен мәнсап ұстайтындай мағым күш, мықты тірек жоқ болғандықтан, көптің ұйғарымы, үкіметтің аңғылы қалай болса, соған бас изеуге дайын болатын. Жұрт ішінде осыған байланысты әр түрлі жорамалдар айтылды. Топ жиналған жерде ешкімнің үйістіруінсіз-ақ талқы өрістетіліп жатты. Біреу ананы, біреу мынаны айтты. Әркім жіліктің майлы басын өз жағына тартуды, өз руынан шығаруды көкседі. Бұл кеңес көбінесе Боқай мен Қостай рулар ішінде кеңірек өрістетілгенімен, бірақ бұқаралық сайлау жүргізілмегендіктен соңғы бекім қалай болары бір мезгіл белгісіз болып қала берді. Кім үкірдай болады? Жанат еліне қайсысы дұрыс бастамашы болып жақсы жұмыс істейді? Мұны да ешкім кесіп айта алмады. Тек ел ішіне жоғарғы жақтан келген біреулер әркімдермен сөйлесіп, пікір алып жүргені байқалды. Ақыры, ұзақ тостырмай істің беті ашылды. Сарсүмбедегі үкімет адамы келіп, үлкен жиын ашып, көпшілікке бұйрықты жариялады. Төменгі жанат еліне Қылышбай үкірдай болады. Елдің жұмысын үкімет соған жүктейді. Ол үкімет алдында жауапкерлікті арқалайды деді. Дәл мұндай болады деп күтпеген ел аңтарылып қалды. Қылышбайдың білімділігіне, алымдылығына сенетіндер көп болғанымен, белі мықты атаның ұрпағы болмағандықтан, басқаларға сөзін өткізе алар ма? Сөз өтпесе билікті қалай жүргізеді деп алаңдады. Біреулер, мың жылқыны айдаса, саздың арты қылпылдар, аударыспақ ойнаса, таздың арты қылпылдар, егелесіп келгенде аздың арты қылпылдар деген. Қылышбай бәрібір тұтас елді бағындыра алмайды деп, өзінше болжау жасады. Үкімет жарлығы Қылышбайдың өз басы жөнінен айтқанда, тіпті күтпеген жағдай болды. Мұндай үлкен бір ұрулы елді билеу, өзі сықылды әрі кедей, әрі аз атадан шыққан адамға жүктелу, бұл өңірде бұдан бұрын көрілмеген іс болғандықтан, өзіне зәңгіліктен үлкен мәнсеп беріледі деп, мүлде ойлап көрмеген еді. Есіне өткен жылы Қараоспанға амандаса барғанда, ол кісінің айтқан бір сөзі келді. Ол, сенің басқа шартың жетіп тұр екен. Жалғызақ үлкен іске араласуыңа тобыңның кішілігі кесірін тигізер ме екен? Деп, көңіліндегі түйткілікті елестеткен еді. Міне, сол мәнсап ақыры келіп тапты. Бұл қуанарлық іс болғанымен, артында жатқан салмағы да ауыр болатыны көрініп тұр. Патшалық осы болады деп бұйырған болса да, қарайтын қалың елің қолдай қояр ма? Дәл қазір бөтен дыбыс естілмегенмен, әр жерде әңгіме болып, достықтың да, қастықтың да қазаны қайнай бастаған шығар. Бұл талқыға шыдау, кесірлік кеңестерге төтеп беруге, жүйкем шыдап, төтеп бере аламын ба? Үкіметке мен үкірдай болмаяқ қояйын деп айтсам жөн болар ма? Бірақ патшалық пәрмен онымен өзгертіле қояр ма? Сонда не болса басқа түскенді көріп, көп талқысына түсуге дайындалғаным жөн шығар, дегенді қайта-қайта ойлады. Ойлардың соңғы түйіні бәріне де төзу, іске шыдамдылық жасау деп шешті. Құтты болсын айтып келіп жатқан ағайындардың бәріне айтатыны бір-ақ сөз. Патшаның әмірі уәжіп емес пе?
Істеген соң шамаға қарай істерміз. Бұған бола сендер қуанып кетпеңдер. Менің үкірдай болуыммен сендерге ешқандай пайда келе қоймайды. Қайда түсетін салмақ, артылатын жүк көбейе түсетін шығар деп ескертіп отырды. Ендігі ой бөлісу үшін жанына Қаныбетті шақырды. Қаныбет Уаңбайұлы өзінен бірнеше жас кіші болса да, молдадан бірге сабақ алып, тұрғылас, көңілдес болып өскендігі әсіресе, оның соңғылалығы, қандай істі болса да ойланып, толғанып істейтін сабырлығы Қылышбайға көбірек ұнайтын. Кейбір кезде өз көңіліндегі түйіншектерді соған айтып, ақылдасып отыруды ұмытпайтын. Өкіл-қажы болып сапарға шыққанда да елісін соған тапсырған. Мына тұтқиыл келген мәнсап, қуаныштан гөрі ертеңгі азабын ала келген сықылды болған соң, Қаныбетпен ой бөлісуге шақырғанды. Қаныбет есіктен күле кірді де, төрде отырған Қылышбайдың өңіне бір қарап, сәл түйткілісіп аңтарылып қалды. Бүгінгідей күні ол көңілді болуға тиіс еді. Белгісіз бір нәрседен ренжіп, жабырқап отырма, немесе әлде кімдер ашуландыратын сөз айтып, шамырқанды ма? Қаныбет бастабында байыбына бара алмай аз кідірді де, ежелден еркін сөйлейтін әдетіммен тіл қатты. Мен сені қуанышты күлкісінде көремін ғой десем, өңің суық, жайсыз жағдайда отырғаның қалай? Әлде мен тез келмеді деп ренжіп қалдың ба? Жуықта сауыр жаққа барған едім, содан бүгін ғана оралдым. Жоға, саған неменеге ренжимін, деп Қылышбай енді жүзінен азырақ жымиыс нышанын танытып барып, сөзін жалғады. Мен ешкімге де ренжіген жоқпын. Көңіл ауыртатындай бірер жағдайда болмады. Мәртебелі мәнсап алып қуансам болар еді. Бірақ қуанышымды жұбанышым басып кетіп, ауыр ой арқалап қалғандай болдым. Жаңағы өңімдегі кірбеңдік соның салқыны ғой. Мен сені шақыртқанда, осы жүкті бірге көтерсін, сүйеніш болсын деп шақырдым. Өзін Қылышбайдың ұнататынын, сенетінін, үміт артатынын Қаныбет жақсы білетін. Зәңгілік орынға қойылған күннен тартып, қандай бір маңызды жұмыс бола қалса, ылғи Қаныбетті жанына шақырып, кеңес алып отыратын. Мұңалдың ортақ ісіндегі әлде бір жаңалық болса, онда Қаныбеттің де есесі бар болатын. Бөктер таудың сай саласынан шығатын бастау көздерін ашып, бөгеу жасап, егін егуге ойысу, көш жолдарын жөндеу, тау өзендеріне көпір салу, теректі суының жағасына бірнеше үй орналастырып, мекендейтін ету, ақ жазықты арпа салатын алаңға айналдыру сықылды жұмыстардың бәрін бастаушы Қылышбай болса, белсенді атқарушылардың алдыңғысы Қаныбет еді. Қылышбай оны жай жәрдемші деп қарамай, ақылына ақыл қосатын, тар жерде жол табудың ебін білетін ең сенімді жан күйер жақыны деп білетін. Бүгін шақырғанда да жуықтан бері көкейінен кетпей, қалай етсем ел қамына жарайтын жақсы шара табармын дегенді ақылдаспақ еді. Енді сол ойларын түгел айтып, Қаныбеттің қалай қарайтынын, қайткенде халықтың қалауынан шыға алуына көмектесетінін сұрады. Ой, тәйір-ай, оған несін қамығасың? Жоғары төмен болып бәрі саған сенбесе, осы орынға қояма. Бұрын жай бұқарадан зәңгілік шен алғанда да, алдыңда көп жұмыс тұрған, талай жыл сол жұмыстарды тындырдың. Енді үкірдай болғанда, сол жолыңмен жүре берсең болғаны, жаңылмайсың. Әні досының ықыласпен айтқан кеңесі, Қылышбайдың көңіліне демеу болғандай, азырақ ойдан сергей бастағандай сезінді. Осыдан былай екеуі ұзақ әңгімелесті. Өткен кеткеннен тартып, бүгінгі күнге дейінгі заман ауқымында
ел тіршілігінде болып жатқан жақсы жаман өзгерістердің барлығын шолып, заманың түлкі болса, сен тазы болып шал дейтін тәмсілді ауызға алып, алдағы күндер жайлы алғашқы мөлшер жобалар жасалды. Сөз соңына таман таяғанда, Қылышбай соңғы байламын айтты. Маған өкірдайлық шен тапсырылған екен, бір адам екі мәнсап ұстай алмайды. Сондықтан мұңалдың зәңгілігін саған тапсырамын. Мұның қалай болар екен, ең алдымен патшалықтың мақұлдығы, одан қалса, мына елдің қолдауы керек. Өз басым шен ұстамай, малымды бағып, үйдегілерді дұрыс асырасам деймін. Маған мәнсап бермей-ақ қой. Бұл әуреден аулақ болайын. Керек кезінде өзіңе қолымнан келгенше көмек беріп тұрсам болды. Бұл менің шын ниетім. Қылышбай сөзді ұзартқан жоқ. Соңында бар айтқаны, көңіліңде дайындық болсын. Міндет жүктелетін болса, бас тартушы болма. Бұл менің хам ағалық, хам достық тілегім деп түсін, деді. Ақыры Қылышбайдың айтқанындай болды. Аз күннен кейін бетіне табақтай мөр басылған Қаныбет мұңал елінің зәңгісі болды деген жазуы бар қағаз келіп жетті. Осыдан былайғы жерде екеуінің ел басқарудағы ойлары мен танымдары тоғысып, біріне бірі сүйеуші, жебеуші болып көп жұмыстарды тындырды. Сондықтан сырттағы ел алымды билер туралы сөз болса, дайым Қылышбай мен Қаныбет деп екеуінің есімін қатар атайтын. Қылышбайға айтатын кейбір арыз армандарын Қаныбеттің алдынан бітіріп қайтатын дағды да қалыптасты. Бұл кезде төменгі жанат еліне бір өкірдайлық мәнсап берілуден бұрынырақ, тағы екі залыңдық және бірнеше зәңгілік мәнсап та белгілеп берілген. Екі залыңдық мәнсаптың бірі Боқайдан Құжыбайға, енді бірі Қостайдан Кескішіге тиесілі болған. Кескіші қайтыс болған соң, баласы Шақпаққа өткен. Майма мен мұңалдың түтін санына қарай, бірден зәңгілік орын тұрақтанып, Қылышбайдың бұрынғы орнын Қаныбетке беріп, мұңалдың зәңгісі етіп белгілеуі де дәл осы мезгілге тура келген еді. Қылышбай өкірдайлық орынға отырып, жұмыс басқаруға кірісу үшін өзіне қарасты ел жұртының арасына барып, олардың хал жайын ұғып, ішкерлей танысып, әр ұрудың атқа мінерлерімен әңгімелесіп, сыр алысуды алдыңғы міндетім деп атқа қонды. Жанына серік етіп, майма жігіт Жұмабайды алды. Оның пысықтығына тапсырған жұмысты мүлт жібермей орындайтындығына сеніп, ендігі жерде негізгі шабарманым болар-ау деген үмітпен қасына ерткен болатын. Бұл күз мезгілі. Ел етекке түскен, кедей кепшік қыстауына кіре бастаған тұс еді. Ол ел аралауын алдымен Маймадан бастады. Мұңал мен Майма 8 жанаттың басқаларымен орны тең екі бұтағы болғанымен, түтін санының аздығы себепті, жоғарыдан келетін міндет салықтарды төлеуде қатар аталып, алмандас болып есептелетін. Жаңа өкірдай ел аралауға шыққанда, бұрынғы билер сияқты топ құрап, нөкер жинамай, сыбай салтаң жүретіндіктен, барған жеріне салмақ түсірмей, бар мен базар деп, қарапайым құдайы қонақ ретінде ғана аралай берді. Майманның тұрмыс күйі мұңалдан көп парықталмайтынын бұрында білетін. Онда, Кенжебазар зәңгімен әңгімелесіп, елдің күйін мына жолы толығырақ аңғарды. Дәулеті тасыған бай жоқ, жұрттың көбі қоңыр қалта. Жүдеу тұрмыс кешіретіндігін анығырақ көрді. Бұлар өзінен ыңғайын тауып, тың тіршілік жолына бастауды үміт ететіндігін аңғарды. Маймадан кейін Қараойда көбірек қыстайтын Қыстайға барды. Онда Шақпақ залыңмен және екі зәңгімен әңгімелесіп, кейбір ауыл ақсақалдармен кездесіп, олардың ойын, талап тілегін тыңдады. Жұрттың бәрі өзінен елге бас көз болып, көптің қамын ойлайтын басшы болуын күтетінін байқап, көңілденіп қалды.
Өйткені осыдан талай жыл бұрын қыстай ішіндегі ынтымақсыздықты, мәнсап таласынан туған кермалдасуды шешу ісінде өзінің жолын тауып, жөнге салатындығын білетін ересек адамдардың бәрі де Қылышбай ел билесе әділдікке ие боламыз дейтін сенімін білдіргенін көрді. Осыдан кейін елінің көп бөлімі Қаба суының екі жағын қыстайтын, Боқай мен Тоқайды аралайтын болғанда, ол қарсы алдында дардай өткел бар екендігін есін алды. Әңгіме ұнаған болса, арнамызға жазылып, лайк басып, жақын туыстарыңызбен, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар.